Балаға жастық керек пе? Бала жасына сай жастық өлшемін видеоның соңында ұсынамын. Мамандар не дейді? Әдетте ересектері жатқызбаса, 1 жасқа дейінгі сәбилер жастықта ұйықтауға онша құлшыныс танытпайды. Өзін айналасындағы заттарды еркін қозғалта алмайтындықтан сәбидің жастыққа, көрпеге тұншығу қаупі бар. Омыртқаға зақым тиеді деп те ескертеді дәрігерлер. Кішкентай баланың басы денесімен салыстырғанда үлкен. Сондықтан жастықсыз ұйықтау нәрестеге ыңғайлы екен. Яғни 1 жасқа дейін жастық қажет емес. Кей мамандар 1 жастан кейін жастық қажет дейді, ал көптеген педиатр жастықты 1,5, тіпті 2 жасқа дейін пайдаланудың қажеті жоқ дейді. Стандартты балалар жастығын балаға 2 жасында ұсынуға болады. Омыртқасы едәуір қалыптасып, мойнына жастықтың қажеттілігі туындайтын көрінеді. Ересектер жататын жастықты 7-8 жастан бастап қолдануға болады. Ортопедиялық жастық бала мен ересек үшін тамаша таңдау болады. Ортопедиялық аяқ киім маркетинг көзі болғанмен, жастық ондай емес дейді. Өйткені олар кез келген жаста омыртқа проблемаларының алдын алуға көмектеседі екен. Балаға қандай жастық керек? Материалына, ауа өткізгіштігіне, жуу мүмкіндігіне, серпімділігіне мән беріңіз. Мыжылып қалмай, басқанда формасы орнына қайтып келуі керек. Егер сіздің кішкентайыңыз аллергияға бейім болса, гипоаллергенді материалдардан жасалған жастықтарды таңдаңыз. 1,5 жасқа дейін 2,5 см, 1,5-нан 3 жасқа дейін 3 см, 3-тен 7 жасқа дейін 5 см, 7 жастан бастап 8 см. Тағы бір дерек бойынша биіктігі келесідей болу керек. 2-3 жасқа дейін жастық 2-3 см-ден аспауы керек. 3-5 жаста 5-6 см, 6 жастан асқан бала үшін 10 см-ден аспауы керек. Ұйықтау кезінде жастықта тек бас болу керек, иық болмауы тиіс. Бала организмі ұйықтау барысында өседі, сондықтан нәрестені сау ұйқымен қамтамасыз ету біздің маңызды міндетіміз.